Жарайсыңдар ме балалар? Жарайсыңдар. Балалар, бізде бүгін ерекше сабақ. Яғни ана тілде ашық сабақты өтуімізге әбден болады екен, иә. Ендеше бұл сабақты бастамас бұрын барлығымыз бір-бірімізге жылы лебізімізді білдіріп, ары қарай тамаша сабағымызды бастаймыз. Ал Айгүлге, мен саған бүгін сәттілік тілеймін. Ары қарай сен тартып жібере бер балалар. Жібере бер. Жарайсың. Жарайсың. Ал барлықтар бір-біріне тез бір жұмыстарды беріп, жылы лебіздерді ары қарай тауып, қайтып отырып беріңдер. Жарайсың. Бірінші бөлімге ойынға қойылады ма? Болады дейді. Оған ана қандай болады дейміз жаңа? Шыншыл, иә, тағда ашық, білімді, керемет оқыды. Ал ешкімнің әкесі оғы жаңа қолынан не болады? Әкесі оған не болды? Қолының күнінен жөндеді. Сабырмен, сырын ерім есімен жөндеді. Күртімен, иә, күртімен соңынан не кетеді деді? Сиясы кетеді деді, иә. Ешкімне бірақ жаны қысы әкесіне қандай сұрақ қойды? Кітаптан көрдім деді, жарайсыздар, кітаптан көрдім деді. Сол себепті әкесінің жауабы қандай болды? Қандай болды? Дұрыс болды, дұрыс, жарайсыздар, дұрыс болды. Бірақ әкесі неге жауап берді? Мен ешқайдан алған жоқпын, ешкімнен ештеңе сұраған жоқпын. Тек қана көп не істедім дейді. Кітаптан ол кітапты оқыдым, содан кейін осындай тұжырымға келдім деп жауап берді. Жарайсыздар балалар, барлықтары жарайсыздар. Ендеше бүгінгі күн регін жазамыз, иә? Ақпанның қаншасы екен? 28-і. Қай жерде жазып отырмыз біз оны? Сыныпта, яғни көркем әдемі жазумен е дыбысын жазып, емен деген сөзді ары қарай жалғастырып толықтырып қоямыз. Сіздерге мен бір сұрақ қойғым келді. Өлең, жұмбақ, мақал-мәтел осының барлығы неге жатады екен? Неге жатады? Осы кітапқа жатады ма? Неге жатады? Неге жатады? Қараңызшы, неге жатады? Ертегі, жұмбақ, мақал, әңгіме, өлең осының барлығы неге жатады? Мәтінге жатады. Жарайсыздар, мәтінге жатады. Бүгінгі біз сабағымызды қорытындылай келе, яғни оқығанның қандай пайдасы бар екен? Көз ашық болады екен, білімді болады екен, мықты болады екен, ақылды болады екен, мейірімді, білімді, қамқорлы. Сабақты 5-ке оқыды. Ал енді мәтінге нелер жатады дедіңіз жаңа? Өлең, тағы да ақпар, ертегі, әңгіме, өлең, мәтін. Осының барлығы неге жатады деді? Мәтінге жатады. Балалар, сендерге сабақ ұнады ма? Бүгінгі оқығанның көзі ашық деген мәтін қанша бөлікке бөлінген екен? 3 бөлікке бөлінген екен, иә? Жарайсыңдар. Барлықтарын жарайсыңдар. Мен бірге көрсетіңізші, жарайсыңдар. Тамаша. Қайта қояды. Жақсы. Есеп және мәтінді түсіндіру деген сіздерге біздер сияқты бір-біріне пікір алысып тұрған жайлар бар. Міне, мына жерден айтсаңыздар болады. Есепті түсіндіріп береді. Оқушылар қол көтеріп не істеп тұрған? Мен айтайыншы, рұқсат па деп рұқсат сұрап тұрған жайлар бар. Ал ендеше барлығымыз 29 бетті ашып, екінші жаттығуды әдемі көркем жазумен жазып шығамыз. Не дейді? Неге жазып тұр жерде? Оқыңызшы. Өнер, білім, мәтін, оқу менен табылған. Жарайсыңдар. Мен сабақты жайын айтамын тұрмын. Сендер 42 дыбыстың бәрін білесіздер. Яғни жазасыңдар. Естіп жазыңдар. Иә, бүгінгі сабақ ұнаса, ұнады, ұнамаса жоқ. Мен ештеңе түсінбедім. Әлі де түсінген нәрсе көп екен. Мынау кішкентай парақшаға өздеріңнің пікірлеріңді қалдырсаңдар болады. Ұнады, ұнамады. Болмаса мен әлі де көп оқып білгім келгенде оларға сіздер әбден болады. Шарт беріп, сіздер қазір мына парақшаға мектептен және сабақтан жарайсыздар. Отыра қойыңыздар. Рахмет.